Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен үй жағдайында KFC жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге тауықтың аяқтары мен қанаттары керек болады. Және артық заттарын алып тастаймыз да. Бұны маринаттаймыз. Чесногымызды, бұрыштарымызды сеуіп, дәмдеушілерімізді бәрін сеуіп араластырып, салқын су құйып, холодильникке 3 сағатқа болмаса 1 түнге қойсаңыз жақсы маринатталады. Осылай алып бәрін бірінші ұнға, жұмыртқаға, сосын панировочный сухариге аунатып қызып тұрған отта майда пісіріп аламыз. Мен керекті заттарды астына жазып қоятын боламын. Өте керемет. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Міне осылай батып тұру керек. Жақсылап қуырып аламыз. Өте керемет дәмі. Ас болсын.